Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Мұхаммед ТВ. Бүгін біз Free Fire ойнаймыз. Мына адам түспей жатып өліп қалды. Мен кішкене тайталас болам екен десем, тайталас болған жоқ. Мінекей ары жалғастырайық. Мына жерден мен үзіп тастадым. Үзіп тастадық видеоны. Анда-санда үзген жерлер бар. Ол жерде мен адам өлтірмегенмін. Мынаны кішкене қашып алсам қай жерге дейін барады екен. Айт. Ол бәрі қашамайтын еді. Маған кішкене оқ-моқ, сумка-мумка деген бранжилет деген сияқты нәрселер керек. Мынада не бар екен? Мынада менікі сияқты ак екен. Мына акының менікі сары екен ғой. Мынаның орнына Emperor алып алайық. Скардың орнына Emperor және соның оқтарды бар. Мына оқтарды алып алайық. Так. Мен бір адам қарап отыр, жаңа фабриканың үстінде. Неткен адам жаңағы ботты жында өлтірді ме? Ойнаған соң кәдімгідей. Мінекей сумка-мумка табылды. Енді бранжилет табу керек. Сөйтіп десең, қалай кетеді? Мінекей мынаның үстінде не бар екен? Бранжилет бар ма екен? Мына жерде сумкадан басқа ештеңе жоқ. Так. Мінекей мына фабрика. Енді бранжилет табу керек. Маған бранжилет керек. Мына жерде не? Дауыс естітпейтін. Осымен атсаң қызықшы кішкене. Сыңқ етіп атады ғой, сондай. Аналарға сенің қайдан атып жатқаның көрінбейді ғой. Кәдімгідей. Менікі ак сап-сары жынды әдемі болып тұр. Мінекей бранжилет мынаны қазір барып дамытып алайын. Мінекей кейбірлер осының үстіне шығып алады ғой, қайтып екен. Мен соны түсінген жоқпын. Осымен өстейді, бірдеңе қылып шығып кетеді. Әйтеуір үстіне шығып алып әлі мен атып саламын. Мынаны жарып тастасаң өзіңе. Мен көбінесе дравашпен ойнайтын. Бұл жолы сіздерге қызық болсын деп Emperor'ды алып ойнап жүрмін. Мен негізі көбінесе дравашта болатын. Оқти маған атты. Мынау бот қой деймін. Жо бот емес сияқты ма? Мұны не екен? Әти шығып қойдық. Жан-жағымда адам өріп жүр ғой. Мынау сәл-пәл бот па не білей? Көріп тұрған жоқ. Міне көрдім. Мына тимейді ғой мына акының оғы. Акы бар үшін тегіз амады ғой бір оқ. Әрең тегіз еткен. Бірден хедшот деуші еді, солай айтушы еді ғой. Кәдімгідей. Так, мына жерде дамытып алайық бранжилетті. Маған оқ керек, оқ. Патрон деуші еді, сөйтіп айтушы еді ғой кәдімгідей. Ана жерде өліп қалған адамның несін алып алайық. Мына жақтан мынада не бар екен өзі? Патрон болса, кішкене бар екен. Кішкене бар. Маған аптечка жетпей тұрып еді. Немеге дравашты алып алдым. Өзімнің акым қайда? Мінекей ак. Мына жақтан мәшинеме бірдеңе келе жатыр ғой. Тоқтады. Маған атты. Мынау адам екен. Бірден білдім. Мынау бот емес. Адам екен анау. Бірден білген соң. Жеті аптечка дей ма? Жанымды кетіріп келді. Бір тал болсында істең. Нем дайын болыпты. Авиапосылка. По-моему, соны осы неге қысады деп ойлаймын. Фабрикаға.
Бүгін мен уже 4 kill жасап саптым. Убиттық дей ма? Убитса деп көре дейді. Соны жасап саптым. Мықты. Оның екеуі бот. Деп ойлаймын. Бот шығар деп ойлаймын жаңағы. Теге атамайды ғой. Жаңағы фабрикадағы үстіне түскен адам теге менімен кішкене ұзағырақ ұрып бір-бірімізді нетеміз бе екен десем, тым бір әсер етпей қалды ғой бір-бірімізге. Мен бір кәдімгідей қалыс боламын екен деп ойлағанмын. Оқтап алдық. Кімдер бар? Мен өлтіргім келіп жатыр. Мен убит жасағым келіп жатыр. Кімдер бар? Өлгісі келген кімдер бар демесең. Так. Так. Керек емес нәрседе не бар? Бар екен. Так. Менде аптечка өте көп екен ғой. Әне біреу кетіп бара жатыр. Дым атамай жатыр ғой мына ак. Ак дым атамай жатыр ғой. Былай атсаң да тимейді ғой. Қайда қашып бара жатыр екен? Ары бері жүгіре берді ғой. Көрмей қалмын что-то. Таппай қалған соған. Оқталдық. Аптечканы қолданып сияқты жан кеткен сайын. Өйткені аптечка менде көп екен. Мен жерге түсін жоқ. Ой, десем жаным кеткен жоқ. Анау қайда тұр екен? Әне келе жатқан сол екен. Мына онда. 5 адам өлтіріпсің. Аптечкадан тастап тастайықшы. Мені 2 адам көріп отыр. Так. Кішкене болсын. Негізі маған ПП-ның оғы көп керек емес, және аптечка керек емес. Әзір маған аптечка керек емес. ПП-ның оғын тастамай қойын тағы керек болатын шығар. Оның орнына болды осы оқтар жетеді деп ойлаймын. Осы оқтар жетеді деп ойлаймын соңына дейін. Жетсе тағы, жетпесе тағы дегендей ғой. Так, 5 kill жасадым. Kill деп атаушы еді ғой дейді. В общем, осы сардың үсті маған айтшы. Бүкілін көріп отырасың да, киген адам жайратып отырасың ғой. Мына 4x бар еді ғой менде. Соны тағып аларшы. Міне тұр. 2x-ті лақтыра саламыз. Болды. Мінекей өте қызық болып келе жатыр деп ойлаймын. Бүгін мен тобайдың алам деп ойлаймын. Өйткені кішкене тобайдыңге жақындап бара жатырмын. 10 адам қалған. Так, мен 5 kill. 10 адам ба? Қанша адам қалған анда? 13 дей ма? Сондай адам қалды. Көп. Осында соны осы фабрика қысат екен. Бірден біліп тұрсың ғой кәдімгідей. Менде жетон болғанда жаңағы үстінде өлтірген адамның жетонын алып, сол фабриканың үстінде адам өлтіріп жүрген. Оқ бітіп қалушы еді.
бәрі болды ғой. Қайта сумка таптым деген. Мен әлі 2 адам қарап отыр. Маған бір маған аттатты. Соны алақты жиратып маған да саған сол керек па депсің. Мінекей барлық адам осында қаптай бастады. Мен 6 кил мықты. Гроз ұстағанда қолға кәдімгі жынды болып кетіп жүрді. Мына жақта маған атады, бірақ мен оны көрмеймін. Қызық, маған атады, мен оны көрмеймін. Көріп атамаймын. Қызық. Көрдім. Mesela 7 kil. Жолбарыстың бақырға тұрғаны жақта адам өлтірген сайын бақырған енді қатырады екен жолбарыс. Пантера деп жүреді, мен атын жолбарыс деп қойған соң. Негізі мен қойған ат мирас болған, бірақ мен оны әзір пантера демей, мирас демеймін, пантера демеймін, оны жолбарыс деп атап алған соң. Маған Солы керек па саған? Өлу керек пен саған? Атамай өлді дейді. 2 жаққа атып жатыр екен. 7 адам болдық. 9 кил. Атамай ғой мына ақ. Ендігі жолы скар ұстамасам. Ендігі видеомда мен скар ұстаймын. Мына ақ атамайды ғой. Жан жаққа атып. Алысқа атамайды. Көтеннен бұл атып отыр ма? Мен ғана атып отыр ма? Кім жатып отыр? Маған емес ау. Мына жаққа басым анау атады. Мына жаққа басым анау атады. Қызық. Так. Тура жан жағында 6 адам жағы. Бүкіл адам осыны жиналды. Әне. Ой, сүйікті. Жаңа кетші. Осыны алысқа атамайды. Алысқа атылғанда. Атып көрді сонда. Жоқ болып кетті. Фабриканың ішінде қағым болып отыр екен. Сыртында қағым болайын, мен адам өлтіруші. Не атып отырайын. Бесақ жанына келді. Дейді. Аттан атты. Тағы атты. Жан жақтан жабылуға болмайды. 9 кил. 10 кил жасауға тырысам. Екеуі маған жабылып отыр ғой. Мәселен. Атқанын қалай болатын көрсеткен. Бірақ бұғырықтан бұра ақы жақсы екен алысқа атуға. Енді бұғырыққа не салынбайды ғой. Ол жақын ғаны. Қайдан атады? Дейді. Жатып құлын ақша дейді. Жан жақтан жабылып отыр маған. Сағының үстінде тұрған соң жомен жатырым ба. Барынша бүгін тоба дейін алуға тырысамын. Мәселен 10 кил. 10 кил. Шапалақ. 11 кил жасайды екен, өйткені бірге бір қалдық. Егер жасай алсам, ол мені өлтіріп салмасын. Сонша бір азған. Мына бот екен. Ал аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған